Көшпелілер салтанаты. Бірінші тапсырма. Шартарапты өзіне шақырып тұрған шаршы төбенің шырқау басында шақырайған зер кілемнің үстінде алтын тақта алшайған алтын тәжді хан отырарды. Тақтың екі жағында қос қанатта тізе қосысып, ұлы бегі төрелер мен сұлтандар тізілерді. Тақтан сәл төмен ханның алдында қолдарына 3 арыстың қамшысын ұстап, 300-дің төбе билері жайғасарды. 3 биден төменірек 3 шоғыр боп, 300-дің ұру басы билері мен батырлары отырарды. Кең жазыққа оқшау біткен биік төбенің ұшар басын игі жақсылар иеленіп болған соң, төскей мен етекке қарағұрым қараша орналасарды. Сұңғыла билер ұру арасы даудан бастап, қайда жайлау, қайда қыстау, қай жұртқа жаушы, қай жұртқа елші жіберу керектігіне дейін түгел қозғап, сол тұстағы қазақ жұртының басында бар мұң мен қамының бәрін түп-түгел талқыға саларды. Сұңқылдасқан билердің әр ырғасып, бер ырғасып, мәмілелескен түп тоқтамын саңқылдаған жаршылар қанатынан жалпы халыққа жариялап, жеңген жақ жеңілген жақтан алапасын аларды. Бұрыстық қылған жақ ат шапан айыбын, ханға тиесілі хандық, билерге тиесілі билік ақыларын төлерді. Дауласқан жұрт қайтадан сапырылыста қыдырып, бір-бірімен қоштасарды. Елде қалған кәрі құртанға айтар сәлемін айтарды. Далиып жатқан кең даланың пұшпақ-пұшпағына құлтылдаған көп аттылар мен түйдек-түйдек қою шаң тарарды.